Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен бүгін сіздерге өз бақшамда өсіп тұрған ащы бұрыштан, осындай ащы бұрыштан керемет маринадталған ащы бұрыш жабатын боламыз. Ол үшін бізге бар болған осындай ащы бұрыштарымыз және татты бұрыштарымыз керек болады. Және де консервіден босаған осындай банкілерімізді қажетке жарататын боламыз. Үйдегі бар заттармен бүгін мен сіздермен керемет маринадталған, консервіленген ащы бұрыш жабатын боламыз. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнаған болса, жауып көріңіздер және де пікір білдіріп кетіңіздер. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге бар болғаны ащы бұрыштар мен тәтті бұрыштар қажет болады. Үйдегі бар дүниеден керемет қысқа дайындық жасайтын боламыз. Ал ендеше бісміллә деп банк жабуымызды бастап, ол үшін стерилизовать етілген осындай закроющий банкілерімізді жуып тазаланған, стерилизовать етілген банкілерге жуып тазаланған чеснок, балғын укроп және де болгар бұрыштарымызды реттестіріп салып алатын боламыз. Мен осылай 2-3 танадан салуды жөн көрдім. Осылай жақсылап салып алатын боламыз. Укропты міндетті түрде қосыңыздар, бұл ерекше дәм береді. Егер балғын түрі болмаса, онда кепкен укропта жарайды. Осылай жақсылап салып орналастырып алатын боламыз. Көкөністерді міндетті түрде жақсылап 2-3 қайтара жуып алыңыздар. Жалпы қыстың қамын жаз ойла деп, жаздың күні табиғат аясында жабылған банкілерге ештеңе жетпейді ғой шіркін. Ауыл деген керемет. Енді осылай ащы бұрыштарымызды реттестіріп шығатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Негізі бұл банкілердің қыстың күні қою тағаммен де сұйық тағаммен де керемет үйлеседі. Тек қана бұрышын ғана емес, бұрышын жей алмасаңыздар, суының өзін тамаққа қосып жесеңіздер керемет дәм береді. Енді аппетит ашатын ерекше тағам, ащыны ұнататын жандарға ұнары сөзсіз. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап орналастырып шығатын боламыз. Қатты тығыздап қоймаңыздар. Жалпы бұл маринадтау әдісі тура бір қиярды маринадтағанда ерекше оңай әдіс. Әрі ерекше, әрі оңай әдістің бірі. Дәл осылай барлығын реттестіріп салып шығатын боламыз. Және де осы маринадталған бұрыштарымыздың үстінен қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Міндетті түрде газде бұрқылдап қайнап тұрған қайнаған ыстық су құятын боламыз. Осылай жақсылап реттестіріп аламыз. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де сіздерден қолдау күтетін боламын. Осылай жақсылап жайғастырып болғаннан соң, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 20 минутқа немесе одан да көп уақытқа қалдыруға болады. Мен 20 минуттай ұстадым. Егер сіздер атылып кетеді деп қорықсаңыздар, жарты сағат немесе 40 минут ұстауға болады. Осылай ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, қатты бұрамаймыз қақпағын, жай ғана жауып қоятын боламыз. Мен 20-25 минуттай ұстадым. Нақты уақытқа қарамап, шамалап, яғни ішіндегі бұрыштарымыз сарғайып, кішкене түсі өзгерген уақытта, яғни банкының сыртынан қол күймейтіндей ұстауға жарайтын уақыттың аралықта суларымызды төгетін боламыз. Осылай құйып, қалдырып қоямыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Мінеки байқасаңыздар, түрі біртіндеп ақырындап өзгеріп келе жатыр. Ішіндегі бұрыштарымыз пісіп жатыр десек болады, яғни ыстық суға. Дәмі ерекше болады. Енді мінеки қол күймейді, еркін ұстай аламыз, бірақ әлде де ыстық, бірақ қолымыз күймейді. Осылай суларын төгіп, жақсылап төгіп алатын боламыз алдыңғы суларын.
Мінекей, енді осылай қақпақтарын ашып, ішіне тұзымызды, уксусымызды салып, қайтадан үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жауып тастайтын боламыз. Мен осылай 1 литрлік банкілерге кішкене 1 чайный ложканы толтырып, немесе 1,5 чайный ложка толтырмай салып шықсаңыздар болады. Мен осылай 1 чайный ложканы толтырып салып шықтым. Мінекей. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылай 1-1 қасықтан қосып шықтым, және де уксус қостым. 70%-дық шай қасықтың ұшында, яғни жарты шай қасық құйсаңыздар жарайды. Уксусты көп қосып жібермеңіздер, ол қышқылтым дәм береді. Қатты көп болып кетсе, қышқыл болып кетуі мүмкін. Кішкене ғана осылай құйып шықтым. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сіздерде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнары сөзсіз. Осылай кішкенеден құйып алдым. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін, крышкаларын жақсылап бұрайтын боламыз. Неге бұрардың алдында крышкаларымызды міндетті түрде ыстық суға салып алыңыздар, және де бұралатын қақпақтар қай банкінікі қайсысы екенін ұмытып қалмаңыздар. Себебі әр банкінің өзінің крышкасы өзіне өте қонымды және де жақсы бұралатын болады, ішінде ауа қалып кетпейді. Осылай майлықтың көмегімен жақсылап бұрап шығыңыздар. Міндетті түрде қысып бұрау қажет. Ішінде ауа қалып кетсе, онда банкілеріңіз көтеріліп, немесе ішіндегісі бұзылып кетуі мүмкін. Осылай майлықтың көмегімен жақсылап бұрап алыңыздар. Мінекей, біздің ащы бұрыштарымыз маринадталған дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Түрі де, дәмі де өте әдемі болып шығады.